Мемлекеттік рәміздер мен ведомстволық наградалар жөніндегі республикалық семинар өтті. 2 күндік шараны Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырып, оған мемлекеттік органдар, ішкі істер министрлігі, сауда және интеграция министрлігі өкілдері, мәжіліс депутаттары мен қоғам қайраткерлері қатысты. Семинарда геральдика мәселелері, ұлттық стандарттардың сақталуы және марапаттау рәсімін біріздендіру талқыланды. Сондай-ақ өңірлік нышандарды бекіту, мемлекеттік рәміздерді пайдалану тәртібі мен құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері көтерілді. 21-28 наурыз аралығында қазақстандық жастар делегациясы Үндістанға сапарлап, тәжірибе алмасты. Оларға Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қырғызстаннан келген жастар қосылды. Сапардың мақсаты достық байланыстарды нығайту және Үндістанның мәдениеті мен дамуын зерделеу. Қатысушылар жастар саясаты, спорт және цифрландыру салаларында жетекшілік ететін министрлермен кездесіп, оқу орындарының жұмысымен танысты. Сонымен қатар Делиге, Гоаға және Аграға барып, Тәж-Махал, Агра қамалы сияқты тарихи орындарды аралады. Астанада Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің отырысы өтті. Жиынға Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Марат Әзілханов, парламент депутаттары, вице-министр Евгений Кочетов және этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты. Отырыста Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдағы жетістіктері мен елдегі бірлікті нығайтудағы рөлі айтылды. Сондай-ақ Қазақстан Халқы Ассамблеясының жаңартылған құрамы қаралып, аналар кеңесінің үлгілік ережесі бекітілді. Астанада ұлттық мереке Наурыз мейрамына арналған Наурыз балы өтті. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырған шара шетелдіктердің қазақ мәдениетіне қызығушылығын арттыруға ықпал етуде. Балдың қонақтары дипломатиялық корпус өкілдері, халықаралық ұйымдар мен компаниялардың басшылары, кеште фольклорлық және этникалық нөмірлер ұсынылып, елорданың үздік шығармашылық ұжымдары өнер көрсетті. Наурыз балы мәдени байланыстарды нығайтудағы және халықаралық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Жамбыл облысында кино әлемінің 10 күндігі басталды. Іс-шара Ықылас Дүкенұлы атындағы Тараз қалалық мәдениет үйінде өтіп, оны Қазақстан Республикалық ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы мен облыстық мәдениет басқармасы өкілдері ашты. Кеште Жамбыл жаңа дәуір фильмі көрсетіліп, оның режиссері Жандос Құсайынов тарихи деректер жинау үшін Мәскеу мұрағаттарынан материалдар іздеген айтылды. 10 күндіктің мақсаты ұлттық фильмдерді насихаттау және шалғай ауылдарға отандық киноны қолжетімді ету. Шара аясында Досмұқасан, Қажымұқан, Тайқазан хикаясы, боксер сынды туындылар көрсетілмек.